Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді глютенсіз сникерс тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып, ағына кішкене тұз қосып осылай араластырып алу керек. Кейін қантты аз мөлшерден қоса отыра араластырамыз. Осылай өз формасын ұстайтындай болу керек. Кейін сары-уызға қант қосып араластырамыз да оның үстіне ерітілген сары май құямыз және де ысы жаңа ғана қайнаған су құямыз. Нәтижесінде осындай көпірген масса пайда болу керек. Кейін құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп, 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп қосамыз да миксермен араластырамыз. Енді дайын массаны ақуызбен біріктіреміз, осылай араластырамыз, төменнен жоғарыға қарай жұмыртқаны басып алмауымыз керек. Енді осы бисквитімізді екіге бөліп, 180 градуста қыздырып тұрған пеште пісіреміз. Енді финикиімізді ыссы суға малып, қабығынан және сүйегінен ажыратамыз. Кейін оның үстіне ваниль экстрактын және суды қосып, блендерде еземіз. Және де крем дайындаймыз. Крем ол кәдімгі крем-чиз, творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік пен қант ұнтағын араластырып, оның үстіне кілегейді қосасыздар. Барлық ингредиенттер салқын болуы керек, сахарная пудрадан басқасы. Толыққанды қоюланғанша араластырамыз, көп араластырмаймыз, іріп кетуі мүмкін. Енді тортымызды жинаймыз. Тортты жинау өте оңай. Бисквит пен кремді қосамыз бірінші, кейін кремді жұқалатып жағамыз да, кішкене жұқалатып. Кейін осы финиковая пастаны жағамыз. Және де оның үстіне міндетті түрде жаңғақ себеміз. Негізі қалауыңыз бойынша әрбір кремге жаңғақ сепсеңіздер болады. Онда жаңғақтың кәдімгі дәмі сезіліп тұрады. Негізі солай жақсы. Енді оны салқындатуға қойып қоямыз, ал ол аралықта шоколад пен сармайды ерітеміз, және де оның үстіне жаңғақ қосамыз. Және де оны еріткен кезде міндетті түрде қасықпен емес, силиконды күрекшенің көмегімен араластырыңыздар, себебі сіздердің ыдыстарыңыз сынып қалады. Шыны ыдыс болса әсіресе. Сондықтан міндетті түрде силиконды күрекше пайдаланыңыздар. Осылай сыртын қаптаймыз, тортымыз дайын. Енді оны кесіп қонақтардың алдына ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде салқындатамыз. Және де жан-жағы білінбес үшін мына видеода көрінгендей, сіздер пергамент қағазын қойсаңыздар болады. Торт өте дәмді болып шықты. Ортасында тек қана бір слойында ғана менде финиковая паста тұр. Сіздер оны көбейтіп, финиковая пастасын әрбір слойына жақсаңыздар да болады. Онда өте ерекше болып шығады. Жалпы тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі шоколадты сникерс батончигіне ұқсайды. Әрине де финиковая пастамен пайдалырақ. Жаңғағын көбірек қосаңыз өте керемет болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны достарыңызға таратыңыздар, себебі бұл глютенсіз торт. Бұны сіздер папа қылып істесеңіздер де болады, қант алмастырғыш үшін пайдаланып. Өте дәмді торт, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де дәл осы торттың папа түрін қаласаңыздар, пікірге қалдырыңыздар. Ас болсын.